Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен зады. Бүгін Тиффани салатын дайындаймыз. Салат өте әдемі, әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен етті ұсақтап турап, жұмыртқа мен сырды ірі теркадан өткіземіз. Жаңғақты блендермен ұсақтап аламыз, немесе қолмен ұсақтап кесіп аламыз. Жүзімді жуып, кептіріп, ортасынан бөліп, дәні болса дәнін алып тастаймыз. Сонымен салатты жинауға кірісеміз. Жалпақ ыдыстың ортасына етті салып, 3 бұрыш формасын келтіреміз. Бетіне майонез жағып, жаңғақ саламыз. Жаңғақтың бетіне майонез жағамыз. Негізі бұл салатқа ысталған тауық емес, кәдімгі піскен тауықтың етін алуға болады. Жұмыртқаны салмай, тек сырды да салуға болады. Сонымен жаңғақтың бетіне майонез жаққаннан кейін сыр мен жұмыртқаны саламыз. Мен араластырып қойдым сыр мен жұмыртқаны. Жақсылап біркелкі етіп майонезді жағып болғаннан кейін әсемдеуге кірісеміз. Мінекей. Жүзімді осылай салып әсемдеп шығамыз салаттың бетін. Жүзімнің кез келген сорты, кез келген түсі жарай береді, бірақ өте ұсақ болып кетпесін. Мінекей салатты дайындап болғаннан кейін берер алдында 3-4 сағатқа холодильникке немесе салқын жерге шығарып қоясыздар. Міне петрушка салып әсемдедік, салатымыз дайын. Мен мерекелік дастарханға отбасымда осылай дайындаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.